Бейімбет Майлин қазақтың көрнекті жазушысы, ақыны, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Туып өскен жері қазіргі Қостанай облысының Бейімбет Майлин ауданы. Бір жасқа толмай жатып әкесінен, 6-ға шығарда шешесінен айырылған. Жетімдік зардабын шегіп, байларға жалданады. Алғаш ауыл молдасынан сауат ашқан. 1916-1919 жылдары мұғалім болады. Жазушылықпен шұғылдана бастайды. Қазақ ауыл газеттері мен Айқап, Садақ журналдарында жазып тұрады. Бейімбет поэзия, проза, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол Садақ қолжазба журналында, Айқап журналында, Қазақ газетінде жарияланған алғашқы өлеңдеріне ден қояды. 1911-1915 жылдар аралығында Троицк қаласындағы Уазифа медресесінде, Қостанайдағы орысша қазақша мектепте, Уфадағы медресе ғалияда оқып, білім алған. Ассалаумағалейкум, Мұха. Қазір. Уағалейкумассалам. Бейімбет, келе ғой, жауарсы, кел. Отыр. Сіз шақырған екенсіз. Отыр. Шақырмаған шығарсыз. Ай, Бейімбет, біз мұнау газет ашайық деп жатырмыз. Соның енді атын қалай қоямыз? Соны мұнау сенен әдейі ақылдасайын деп, сенен сұрайын деп әдейі шақыртып сені. Мұха, бұныңыз дұрыс енді. Бұл жақсы бастама. Бұл жайында мен көп ойластым. Бұны мен ойлап отырмын. Мұнау қазіргі ауылдың ахуалын көтеру керек, халықты тәрбиелеу керек, білімге қарай итеру керек. Сондықтан мен бұл газеттің атын ауылдық қойғым керек. Дегенмен жаман емес. Иә, жаман емес. Жаман емес. Ауыл. Бірақ енді оны жоғар жақтағылар оны қолдай ма екен? Қолдағанда да, қолдамағанда да бұл газет шығу керек. Дұрыс қой, дұрыс. Өйткені айтып отырмын, халықтың жағдайын былай көтеру жөнінде, мынау халықты білімдендіру. Сол ғой, мінекей сол халықты біз ойламасақ, мынау сен ойламасаң, мен ойламасам, онда біз кім болғанымыз? Әрине сол айтады. Бейімбеттің поэзиялық шығармаларындағы Мырқымбай типтік кейіпкер деңгейіне көтерілген жиынтық бейне. Мырқымбай бейнесі арқылы Бейімбет сол кездегі қазақ кедейлерінің болмыс бітімін, қоғам аясындағы тіршілік тынысын суреткерлік шыншылдықпен бедерлей алған. Бейімбет алғашқы шығармасы Шұғаның белгісін 1915 жылы Уфада Ғалия медресесінде оқып жүрген кезінде жазған. Оны кейіннен өзі басқарған Садақ журналына шығарады. Садақтың әрі редакторы, әрі белсенді авторы болған Бейімбет осы журналдың 3 нөміріне өзінің тырнақалды прозалық туындысы Шұғаның белгісін жариялайды. Жаңа шығармашылықпен айналысқан. Сол өмірінің соңғы сәтіне дейін шығармашылықпен айналысқан Бейімбет Майлин атамыздың көптеген шығармалары кейін жойылып кеткен. Аяқталмаған шығармаларының өзі. Сәбит Мұқанов атамыздың айтатыны бар ғой. Бейімбеттің бір ерекшелігі, ол бірнеше шығарманы қатар жазатын. Ол жаңағы драмалық шығарманы да жазатын, ол қол түйген кезде жаңа бастаған романына да қайтып оралатын, арасында әңгімелермен жаңа өзі сол кезде жұмыс істеген газет мерзімдік баспасөз республикалық газетке де мақалалар жазудан танбайтын. Қазақ әдебиетінің еңбек торысы дейтін атқа ең бірінші ие болған адам Бейімбет Майлин. Ол кісі өндіртіп жазған адам. Өзінің, мысалға, бүгінгі біздің келіп жеткен шығармалардан байқайтынымыздай, қазақтың кәдімгі қарапайым әдеби тілін шұрайлы пайдалана білген адам. Бейімбеттің саясатпен, қақ-соқпен шаруасы жоқ. Алдына жаңағы қойылған дөңгелек столдың басына отыра қалып, шашының бір шетін қолымен шиіріп отырып, жаңағы ақ қағаздан таңертеңнен кешке дейін көз жазбайтын еді. Өндіртіп жазатын. Бейімбет Майлин еңбекшіл қазаққа еңбек туы болып тұрған кезде ақ ат салыса бастаған. Алғаш мақалаларымен қатысқан ол әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, хатшысы да болған. Редакторлыққа дейін өскен, бірақ көп істемеген. Сахара жұртының мұң-мұқтажын, арман аңсарын, әсіресе азаттық, теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өресін биіктетуге қомақты үлес қосқан. Оның байдың қызы, Рәзия қашқын келіншек, Зайкүл, Маржан, Өтірікке бәйге,
Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандығымен, оқиғалық тартымдылығымен, өзіндік тіл стилімен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Бейімбет жас қаламгерлердің тілеуқор досы, талабы күшті жаңа өскеннің жол көрсетушісі болды. Ол алдына келген жас буыннан ақыл кеңесін аямайтын. Майталманы ана тіл, дана тілді, құшағында Бейімбет қара түннің. Сүйіп құшқан кешегі ел қайда, биікке ұшқан қайырды қанатын кім. Қиял қуып түнімен таңдар атқан, ақынға дал кім екен жала жатқан. Тарға паста Бейімбет Майлин жатыр, арпалысы бойымен жанға батқан. Бейімбет Майлин. Шық. Жүрі. Бас аяғыңды. Бас аяғыңды. Бол. Бол бәс. Бас аяғыңды. Бол. Бас аяғыңды. Бол. Olmaydı. Otur oraya. Uақыттарың 5-ақ минут. Болыңдар тез. Қалайсың? Түріңе не болған? Арс қолыңда. Гүлжамал, Не істеген? ауыл қарай, ауыл қалай? Бәрі жақсы. Үлкендер қалай? Аман. Әукен қалай, әукен? Аман, сені сұрап жатыр бәрі. Әукен жақсы, Гүлсім де бәрі аман. Гүлсім де жақсы ма? Сені сұрап жатыр. Қарап қой оларға. Сен өзің қалайсың? Сені қашан босатады өзі? Жаман емес, жақсы бәрі түгел. Бейімбет-ау, не істегенсің? Жылама деймін, қой. Арс қолыңды. Болды енді, уақыттарың бітті. Тұр орнынан. Болды бар. Сені ертең босатады. Көресің. Бейімбет. Мүмкін мен оралмауым мүмкін Гүлсім. Олай ертең босатады, көресің. Соның айғағындай ұлттық кейіпкерлердің ғажайып бейнесін жасады. Сондықтан да жылжып жылдар өтсе де, бір ғасырдан бір ғасыр асса да, ұлы дарынның есімі ел жүрегінен ешқашан өшпейді.